Достар тобы түнде трассамен үйлеріне қайтып бара жатады. Олар концерттен шыққан болатын және ұзақ түнгі билерден кейін бәрі қатты шаршайды. Радио өшірулі, қатты музыкадан кейін тыныштық сергітеді. Салонда ешкім сөйлеспейді. Біраз уақыттан кейін жүргізуші оның жанында отырған дос қызының, сосын артқы орындықтағы досының ұйықтап кеткенін байқайды. Ал жүргізуші жолда ұйықтап кетпеуін қадағалайды. Алайда жүргізушінің қабақтары ауыр бола бастайды. Ол ұйқының ауырлығы оған қысым жасай бастағанын сезеді. Ол радионы азғантай дыбыспен қосып қояды. Бірақ бұл ұйқышылдықты бір сәтке ғана жояды. Ол енді жақындап келе жатқан ұйқыға қарсы тұра алмайды. Оның көздері жабыла бастайды. Ол ұйықтап кеткенде, оның аяғы газға сәл күштірек басылады. Көлік жылдамдықты асырғанда және ол ақ сызықты кесіп өтіп, тас жолдың шетіндегі топыраққа түсіп кетеді. Және бұл жағдай жүргізуні оятуға мәжбүр етеді. Ол машинаны тез жолға бұрады. Кенеттен болған жағдай екі жолаушыны да оятады. Жүргізуші оларға жолда жануармен соқтығыспау үшін жай ғана бұрылғанын айтады. Бәрі дұрыс, алаңдайтын ештеңе жоқ. Олар қайтадан ұйықтай алады. Оның достары қайтадан көздерін жұмып, ұйықтауға тырысқанда, жүргізуші айнадан шамдар пайда болғанын байқайды. Ол ұйықтап жатқанда қалай артына көлік келгенін байқамай қалған болуы керек. Оның жүрегі жолдан шыққан сәттен бастап әлі де қатты соғып тұр, және ол өзі қалпына келтіруге тырысады. Бірақ бұл әлдеқайда қиын болады. Өйткені, ол айнаға қайта қараған кезде оның артында полиция көлігінің қызыл және көк шамдары жанып тұрғанын көреді. Жоқ, дейді жүргізуші дауыстап. Бұл дауыстан оның достары оянып кетеді. Және артта келе жатқан полиция көлігін байқайды. Олар қобалжып, үрейлене бастайды. Өйткені концертте болған барлық іс-шараларға бұл штатта қатаң түрде тыйым салынған болатын. Енді не істейміз деп жүргізуші сұрайды. Сен тоқтауың керек дейді оның досы. Кенет полиция көлігінің сиренасы қосылады. Жағдай одан әрі қиындай түсті, бірақ содан кейін бір түрлі нәрсе болады. Радиодан қандай да бір дыбыс шығады. Жүргізуші дыбыстен кейін жоғарылатқанда хабар қаттырақ және айқынырақ естіледі. Бұл бір сөйлемді қайталайтын дөрекі дауыс. Қашқаның дұрыс. Бұл хабар радио арқылы қалай берілгенін олар білмейді. Бірақ артқы орындықтағы досы дауыспен келіседі. Олар қашуға тырысады. Олар бұл жерден шығуы керек. Полиция көлігі жылдамдықты арттырып, олардың артына жақындайды. Жүргізуші не істеу керектігін білмейді. Ол тоқтауы керек пе, әлде қашуы керек пе? Салонда барлығы айқайлайды. Жүргізуші газды қатты баса бастайды. Бірақ содан кейін оның ескі көлігі полиция қызметкерін басып оза алмайды деп ойлап, ақыры ол тоқтау туралы шешім қабылдап, көлікті жол жиегіне қарай тоқтатады. Полиция көлігі олардың артына тоқтайды. Олар көлікте отырады және тағдырларын күтеді. Сәлден соң полиция көлігінің есігі ашылды. 3 жолаушы жол патрулінің есіктен шығып, көлігіне қарай келе жатқанын үнсіз бақылайды. Жүргізуші барлығына бәрі жақсы болатынын және қорықпауларын айтады. Бірақ артқы жағындағы досы үрейлене бастайды, оны тұтқындауға болмайды. Егер тұтқындалса, бұл оның стипендиясынан айырылатынын, сосын оның өмірі қиындай түсетінін білдіреді. Офицер көлікке келеді. Түннің бір уағына қарамастан, ол қара түсті күннен қорғайтын көзілдірік киіп алған. Ол көлік есігінің алдында тұрып күтеді. Жүргізуші қобалжып, әйнекті түсіреді. Ал полиция қызметкері қозғалмайды және жауап бермейді. Қайырлы кеш, полицей мырза дейді жүргізуші. Жауап жоқ. Жүргізуші бұрылып, алдыңғы орындықтағы қыз досына қарайды. Бірақ ол дым түсінбей отыр. Ол қайтадан полицейге бұрылады. Біз дұрыс емес нәрсе жасадық па? Тағы бір ұзақ үзіліс. Бірақ содан кейін де полицей жауап бермейді. Полицей басын терезеге жаймен жақындатады. Сізге менің құқықтарыммен тіркеу құжатым керек пе деп жүргізуші сұрайды. Полицей жауап бермейді. Ол қолын созып, күннен қорғайтын көзілдірігінің шетінен баяу ұстап шешеді. Және жүргізуші полицейдің қызыл жарқыраған көзіне қарап тұрып қалады. Көліктің қасында тұрған тіршілік иесі қызыл иекпен тіссіз үлкен қара шұңқыр сияқты аузын ашқанда, көліктегі барлық адамдар айқайлай бастайды. Ал белгісіз тіршілік иесі жауап ретінде өздеріне айқайлайды. Сіз болжағандай, бұл ерекше аялдама болды. Жоқ, ерекше аялдама тек осы болған жоқ. Бұл жағдай тек бұл жастардың басына түспеген. Белгісіз тіршілік иесі осы трассада бұдан бұрын ондаған адамдарды өлтірген. Бұл SCP-973. SCP-973 бұл бір емес. Шын мәнінде екі бөлек тұлға. Біріншісі 973-1 штатта 1970 жылдарда қолданыста болған полицей көлігіне ұқсас көлік. Бірақ көлікке қарасақ 50 жыл болған сияқты көрінеді. Бұл жағдайда оның көп бөлігі қараусыз күйде. 973-1 көлігін көре алған куәгерлер ол көліктің есіктерінде және капотында көптеген сырылған жерлері бар деп сипаттады. Алдыңғы әйнегі сынып жарылған, көп жерлері тот басқан және артқы бампер қолмен бекітілген сияқты. Көліктің жүргізушісі мен жалғыз жолаушысы 973-2 деп аталады. Бұл коммуноидтық фигура 40 жастан асқан адамға ұқсайды.
SCP-973 1970 жылдардың басында шыққан полицей формасын киген. Куәгерлер оны сәл толыққанды, тоқырбас және мұрты бар деп сипаттайды. SCP-973 өз көлігімен трассаның кез келген жерінде белгісіз себеппен пайда бола алады, және кез келген уақыты жоқ болып кете алады. Осының арқасында SCP әлі бостандықта жүр. Зерттеушілер оның пайда болуы белгілі бір жылдамдыққа байланысты туындауы мүмкін деп болжайды. Егер сіз бұл трассада жылдамдықты төмен ұстасаңыз, өзіңізді қауіпсізбін деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ өкінішке орай сіз қателесесіз. Зерттеушілердің айтуынша, жылдамдықты бір қалыпты төмен деңгейде ұстасаңыз, сіздің артыңызға SCP түседі. SCP-973 көліктің артында шамамен жарты шақырым жерде пайда болады, және көлікке жоғары жылдамдықпен жақындап сирена мен көк қызыл шамдарын қосады. Сонымен қатар, қандайда бір жолмен алдындағы көліктің радиосы қосылып, ол радиоға жүргізушіні қорқытатындай хабарлама жібереді, және құрбан болатын көлік қаша бастайды. Бұл жоғары жылдамдықпен қуға әкеледі. Дегенмен, көлік қаншалықты жылдам болса да, 973 полиция көлігі әрқашан жылдамырақ болады. Құрбан болатын көлікті SCP-ға қуып жету үшін әдетте 6 минут жеткілікті. SCP алдындағы көлікті соғуға қорықпайды. Бұл оның өлімсіз құбыжық екенін білдіреді. 973 құрбан болатын көлікті тоқтатуға мәжбүр еткенде нақты не болатыны белгісіз. Оқиға болған жерден құрбан болғандар және SCP-де ғайып болады. Нәтижелер өте алаңдатады. Жолдан шамамен 6 шақырым жерден құрбан болған көлік өздігінен табылған немесе қандайда бір аномальды жолмен жеткізілген. Автокөліктердің жолаушылары шынымен қорқынышты тағдырға тап болады. Олардың денелерінде экстремалды зорлық, зомбылық пен шабуылдың, соның ішінде адамдардың ішек қарындары мен сүйектері сырттан қарағанда көрінеді. Ал кейбіреулері соншалықты мүгедек деп айтуға да келмейді. Көліктердің өзі қатты зақымдалған. Осы уақытқа дейін 973 адамды және 19 көліктен астам көлікті құрбан қылған деп танылды. Бірақ шынайы көрсеткіш әлде қайда жоғары болуы мүмкін. Ең қорқыныштысы, кейбір құрбандар аман қалды. Дәрігерлер 973 шабуыл орнынан 5 адамды емдеді. Олар жан түршігерлік физикалық жарақаттардан басқа, психикалық жарақаттардың әртүрлі деңгейлерінен зардап шеккен. Бірақ неге 973 пайда болатын жолды жоймасқа? Құқық қорғаушыларға осындай ой келді және 1983 жылы SCP жүрген тас жолды жарады. Алайда бұл әрекет сәтсіз аяқталды. SCP басқа трассадан пайда болып адамдарды тағы өлтіре бастады. SCP-973-ті қолға түсіру үшін көптеген әрекеттер жасалынды және спецназдарды да көмекке шақырды. Спецназдар бар көлік SCP жүретін трассаға шығып құбыжықты қолға түсірмек болады. Бірнеше мүмкіндіктен кейін олардың жоспарлары сәтті болады. Олар артында жыпылықтаған қызыл, көк шамдарды байқады. Бұл SCP-973 болатын. Радиода оларға қашуды бұйыратын хабарлама пайда болған кезде SCP көлігі көліктің артына, олар күткеннен әлде қайда жылдам жетеді, және бірден олардың көлігін соға бастады. Бұл аймаққа қосымша спецназ мамандары бар фургон көмекке жіберілді, бірақ фургон өз серіктестерінің көлігін сол трассада таба алмады. Құқық қорғаушылар серіктестерінің көлігін ДПС арқылы тауып алады, және сол орынға жеткенде олар кешігіп қалғанын түсінеді. SCP спецназ көлігін жолдан шығарып спецназдардың денелерін аяусыз бөлшектеп жатыр екен. Фургонмен келген спецназдар тобы бірден 973-ке оқ жаудыра бастады. SCP-ге көптеген оқтар тиеді, және ол жарақат алған сияқты болды, бірақ ол өлмеген. SCP тіршілік иесі өз көлігі сияқты өзі де мықты екенін және осал еместігін көрсетті. Миссиядан кейін тек бір спецназ тірі қалды. Ол өзінің берген сұхбатында SCP-973-ті былай сипаттады. Оның көздері қызыл, ал аузы үлкен шұңқыр сияқты, тістері де, тілі де жоқ, тек қана шұңқыр. Алайда, бұл оқиға туралы басқа хабарламалар болған жоқ. Өйткені бұл спецназ миссиядан аман қалған жалғыз адам болды. 973 басқа 9 спецназды өлтіріп, оқиға орнынан қашып кеткен. Зерттеушілер командасы аномальды тіршілік иесін спецназдар жарақаттай алды деп есептелсе де, нақты ақпарат болып саналған жоқ. 973 жайлы ақпарат 9 күннен кейін тағы пайда болды. Бұл жолы SCP басқа трассадан шыққан. Мамандар оны қолға түсіру үшін өте көп миссиялар жасады, бірақ оны ұстау ешқашан мүмкін болмады.